балаларға инъекция егу туралы айтатын боламыз. Өзімізге қажет заттарды дайындаймыз. Бірінші қолымызды өңдеп аламыз спиртпен. Одан кейін қажетті дәріні ашамыз. Шприцті ашамыз бірінші. Кейін дәрілік ерітінділерді аламыз. Ең алдымен жгут байлаймыз. Қолдың жұмыс істеуін өтінеміз. Және де үлкен аймақты, жалпы негіз аймақты. Міне, вена сезіліп тұр қолымызға. Инені алып, ашып, 15 градуста бақылап отырып, теріні, сосын кейін тамырын кесеміз. Қараған кезде қан келіп тұр. Бұл венада екендігін көрсетеді. Тексереміз қан келіп тұрғанын. Аяқтап, жемен алып, және де лейкопластырды жапсырып, қолын бүгіп